Бүгін жүйріктігім донерге ұстап, неге үйде жасап көрмеске деп тез донер жасауға кірісіп кеттім. Осы донерді жасап жүріп, сіздермен бір ойыммен, ішімдегі бір переживаниеммен бөліскім келіп отыр. Қазір менде жүктіліктің 3-ші триместр өтіп жатыр. Босанатын уақытым да жақындап қалды. Соған байланысты ма, уайымым да көбейіп жатқандай. Сол уайымдарымның бірі кішкентай балам болып жүр. Үйдің тірлігін жасап, балама көңіл бөле алмай қалсам, немесе өзім жатып демалғым келгенде баламды прогулкаға шығара алмай қалсам, ойын алаңдарына апара алмай қалсам, өзімді кінәлі сезініп кетемін. Жалпы екінші жүктілік бірінші жүктілікке қарағанда мүлдем басқаша екен. Екінші жүктілікте балаң бар, оған көңіл бөлу керек, ойнату керек, далаға шығару керек, үйдің тірлігі тағы бар дегенде. Ал 3-ші триместрде осының бәрі ауыр сезіледі екен. Өйткені тез шаршап қаласың. Тағы бір ойлап жүргенім осы босанып келгеннен кейінгі алғашқы 40 күн. Кішкентай сәбиіммен өзімнің восстановление кезеңім болады. Ал сол уақытта үлкен балама көңіл бөле алмай қалатынынан қорқамын. Өйткені оны ойнату керек, далаға шығару керек, ал ол уақытта өзімде әнсіз болып кішкентай сәбимен отырамын. Қазірдің өзінде осыны ойлап, баламның алдында өзімді кінәлі сезініп жүрмін. Менде ғана емес, әрбір ананың ішінде сондай сезім болатын шығар, иә.